Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынау қонжық па. Мұғалім Хамадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Сабақтың барысында әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Қатты, твердый, жұмсақ, мягкий. Қатты, жұмсақ. Балалар, бірге қайталаймыз. Ребята, вместе повторяем. Дұрыс айт. Произнеси правильно. Қатты, жұмсақ, қонжық. Бұл дұрыс айтылуы сөздердің. Назар аударамыз, балалар. Мынау жұмсақ ойыншық. Это мягкая игрушка. Мынау қатты ойыншық. Это твердая игрушка. Мәшине қатты ойыншық. Машина твердая игрушка. Қонжық жұмсақ ойыншық. Мишка мягкая игрушка. Жұмсақ ойыншық. Жұмсақ ойыншық. Қатты ойыншық. Мынау мәшине, мынау қонжық. Бірге қайталаймыз, балалар. Сөздердің айтылуына назар аударамыз. Қатты, жұмсақ, қонжық. Тыңда, қайтала оқы. Прослушай, повтори, прочитай. Менің досым көп. Много. Мен достарыммен ойнаймын. Ойнаймын, играю. Менің көп мәшинем бар. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Ол әдемі. Аннаның аюы бар. Ол жұмсақ ойыншық. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Аннаның аюы бар. Аю жұмсақ ойыншық. Мягкая игрушка. Осы сөйлемдерді қайталаймыз және оқимыз. Повторяем и прочитаем. Жарайсыңдар, балалар. Айтылым тапсырмасы 33-ші бет. Суретке қараңдар, кімде қандай ойыншық бар? Посмотрите на картинку. Әлібекте қандай ойыншық бар? Әлібекте мәшине бар. Аннада не бар? Аннада қонжық бар. Әнелде қуыршақ бар. Қуыршақтың аты қарақат. Сашада қандай ойыншық бар екен? Сашада күшік бар. Жақсы. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма, жазылым тапсырмас. 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Қажетті сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Қажетті сөздер, нужные слова. Мына бос орынға қажетті сөздерді қоямыз. Қонжық, қуыршақ. Қарайық, балалар. Менің мәшинем не істейді? Мәтінге ораламыз. Менің мәшинем жүреді. Яғни, мына жерге қандай сөз таңдаймыз? Жүреді. Менің мәшинем жүреді. Осы қажетті сөздер орнына қойып, мәтінді көшіріп жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.